Құдалар менен құлпырып құдағи келді. Қаттырақ болсын соғатын шапалақтарым! Қош келдіңіздер, құдалар. Қош келдің құдай қосқан құдаларым. Төрімде не десең де құбаламын. Бір жүріп бірге тұрып қызықтайық. Өмірдің енді келген нұр алабын. Ал ендеше той шылғауым жаңа келген құдалардың жолдары ашық болсын. Әрі пәле жаладан аман болсын деген ақ көңіл ақ ниетпен арқан кердік. Кәдеңіз беріңіз. Бәрекелді. Олай болса құдалығымыз осы қылар қандай берік болсын, 1000 жылдық болсын деп жаңа келген құдаларды барша халықтың қошеметімен той төріне шығар саламыз. Қадамдарыңызға гүл бітсін. Бас қамшыңды тоқтамай. Жаңа құдаларға деген қошеметтеріңіз аямаңыздар. Сіздерге арнайы жайылған дастарханға барып жайғасаңыздар болады. Ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып. Қайын емес, сондықтан біз күйеу баламызды жаңа Асаба мырза сынап көрді ғой. Қазақ халқы өзі салт дәстүрге бай халық. Біз оңайшылықпен ауылымызға тұз емес қыз тұрап келіп отырған күйеу балаға қызымызды көрсете қоймаймыз. Сондықтан сынап көрейік сені. Егер сыңнан сүрінбей өтсең, біз сұлуымызды көрсетеміз. Сүрініп қалсаң, біз де ойланып қаламыз дегендей. Дайынсың ба? Дайынсың ғой, я? Асаба мырза саған бұндай сұрақ қоймаған шығар. Күйеу баланың 3 жұрты болады, я? Білесіз ғой. Бірінші жұрты күйеу баланың 3 жұрты болады. Яғни сіздің 3 туысыңыз болады. Біріншісі өз жұртым. Дұрыс па? Неге қол соқпайсыздар онда? Қайын жұртым. Дұрыс па? Неге көңілдеріңіз тоқ емес па? Қошемет көрсетсеңіздер, қанша дегенмен басқа бір ауылдан қыз алып кетем деп келіп отырған күйеу балаларыңызға. Үшінші жұртыңыз Нағашы. дұрыс па? Бәрін өзі біледі екен. Тура аузымды аштырмай өзі айтып тұр ғой. Сақадай сай келген күйеу балаларыңызға тағы да бір қошемет болсын. Олай болса, келіңіз ортаға. Менімен бірге жүріңіз. Ортаға келеміз. Мына жерге орналасыңыз. Енді біз күйеу балаларыңызды былай сынап көрейік. Біріншіден, қайнатаңызға күйеу бала емес, сүйеу бала болам деген ниетпенен бір қадам аттаңыз. Ал біз күйеу баламыздың әрбір басқан қадамы құтты болсын, берекелі болсын деп қол соғып қошеметтеп отырамыз. Жаңа ғана гүл шоғын сыйлаған қайненеңіздің ең жақсы көретін күйеу баласы болам деген ниетпенен тағы да бір қадам аттаңыз. Бәрекелді.
Сізді көргенде осы ауылда уық мойын созып, елең етіп отырған бажалар мен мінезі жарасқан бажа болам деген ниетпенен бір қадам аттаңыз. Бажалар барсыздар ма? Қошемет көрсетіңіздер. Балдай тәтті балдыздардың жақсы көретін жездесі болам деген ниетпенен аттай ғой. Балдыздар, жезделеріңізге қошемет болсын. Бәрекелді, жарыңыз дананың маңдайына біткен жұлдызы болам деген ниетпенен тағы да бір қадам аттаңыз. Бәрекелді, осы әулеттің пайғамбардай сонау төріне шығарар сыйлы да құрметті күйеу баласы болам деген ниетпенен нық бір қадам бастаңыз. Бәрекелді, 7 рет қадам жасап, 7 рет ант беріп қойғанын өзі де байқамай қалған күйеу балаларыңызға қошеметтеріңіз болсын. Бәрекелді, ал ендеше ардақ ағайын, ізетті қыз із көрсетпей кетпеген, дұрыс болмас ел алдынан өтпеген, алдарыңызға шыққанда сызылып, бүйрек тұрар үзіліп деп, бүгінгі тойдың сәні, көркі, біздің еркеде сұлу қызымыз Дана келе жатыр. Олай болса, қошеметпен ерке қызымызды қарсы алайық. Арулар мың бұралып билегенде, дүйім жұрт шат көңілді күйгене ме? Той көркі, қызықшылық көрінісі, қуаныштан не жетер билегенге? Әуелеткен әсем сазы әніңізге, той жұғысты болсын деп бәріңізге, сұлулар буындары сан иеліп, әкелсін осы тойдың сәнін сізге. Барады аулым көшіп қызыл жарға, таң атар шолпан туып сызылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Осы әнге қоңырлатып сала бере, көңілім сені ойлап бұзылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Қадірменді ағайын, қошемет шапалақпен қарсы алайық. Қадірменді ағайын, ыстық шапалақ болсын. Ал Майда жалай, бар мекен бізде ынтызарай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. қошемет достар. Аяулы қазақтың аймаңдай бір гүлісің, қиылып үзілген нұр шашқан жүзіңнен бал мінез үлгілісің. Жымиғаның, ұялғаның, ұсынғандай қиял бағың, жайнай бер жалқасындай тілегім сол, бақытты бол. Ару қыз арайлы таңбысың, жамалың ереткен жандышың, ала бер халқыңның алғысын, аяулы ақ қанатың қызым, бақытты бол, бақытты бол. Айнам-ау, жаралған жан едің қандай нұрдан, ақша жүз нұрсың, ақ сұлулық сыр сымбат табылған тал бойыңнан. Бар адамзат бас иетін, қазына қой қасиет.
таңбысын, жамалың ереткен жандышын, ала бер халқыңның алғысын, аяулы ақ қанатың құсын. Ару қыз арайлы таңбысын, жамалың ереткен жандышын, ала бер халқыңның алғысын, аяулы ақ қанатың құсым, бақытты бол, бақытты бол, бақытты бол. Бәрекелді, олай болса ардақты ағайын, қол ұстасқан қос ғашыққа дүйім жұрттың атынан тағы да бір қошемет болсын. Ал ендеше ардақты ағайын, жастар тұра тұрыңыздар. Екі жастың істеген істерде ақ асықпаңыздар. Әлі бірге отырасыздар той барысында. Екі жастың істеген істері де ақ, жолдары да ақ болсын деген ниетпенен біз жастарға ақ тағамнан ауыз тигізейік, ал сіздер қол соғып қошеметтеп отырыңыздар. Бәрекелді, осындай дүйім жұртты жинап, дөбірлетіп той жасатып жатқан сезім құрғыр емес пе? Ендеше екі жастың сезімі балдай тәтті болсын деген ниетпенен мен балдан ауыз тигізейін, ал сіздер куә болып қол соғып қошеметтеп отырыңыздар. Бәрекелді, ал ендеше жастарға осы әулеттің үлкенін шақырып, міне алғашқы қадамдарын басып жатқан біздің қос ғашыққа ақ батасын деп, берсін деп әулеттің үлкенін шақырсақ.